Ары қарай бізге осындай плафон керек болады. Заводской плафон, диаметрі 15 сантиметрлік. Және де бізге осындай домалақ шеңбер керек болады. Мен осындай түсін таңдадым. Сочетаниясын осы лавандығы мен сарыға сәйкестендіріп алдым. Түстерін өздеріңіз таңдауға болады, әртүрлі түсті. Сосын ортасынан осындай домалақ сызып алдым, яғни шеңберден өту үшін осыған дәлдеп осылай кесіп алдым. Қазір енді осыған жабыстыратын боламыз. Бірінші осылай ортасын қиып аламыз. Осылай кигізіп аламыз. Кигізіп алғаннан кейін осы екі жақ шетін бірдей қылып осылай шетін жабыстырып аламыз. Яғни формировать ету үшін міндетті түрде феннің керек жоқ. Бізге термопистолет қолданамыз. Осы кішкене клейді жағамыз. Сосын осылай жабыстырамыз. Ұстап тұрамыз осылай. Жабысты. Тура осылай екінші қарама-қарсы жағынан жабыстырамыз. Клеймен. Одан кейін осылай қаратамыз да тура мына жақ шетінен осылай жабыстыратын боламыз. Тура ортасынан центрін тауып алып түзу болу үшін осылай жабысты. Енді тура соған қарама-қарсы қылып осылай екінші жақ шетін жабыстырамыз. Сосын былай әкеліп осылай жабыстыратын боламыз. Ешқандай да феннің көмегінсіз осындай форма келтіруге болады. Осылай қарағанда, егер де мысалы ұнамаған жерлерін, мысалы маған мына жері ұнамай тұр. Оны алып, осындай электрический плитаның көмегімен мысалы былай шетін алып, осылай кішкене алып қыздырып былай да істеуге болады. Былай да істеуге болады. Формаларын түзеп, ұнамай тұрған жерлерден түзеп алуға болады осылай. Ары қарай енді осы дайын болған гүлдерімізді жабыстыратын боламыз. Осылай түбіне клейді шығып тұрған жерлеріне жабыстырамыз. Сосын тура ортасынан осылай розамызды отырғызамыз клейге. Кішкене ұстап тұрамыз. Сосын ары қарай осылай
Тағы да екіншісін. Сосын мысалы үшіншісін осылай жанына қойып, осы екі розаның, яғни былай жанына қойып, былай да істеуге болады. Егер де мынандай ашық тұрған жерлер көрсеңіз, ол ештеңе етпейді. Оның орнына арасына искусственный гүлдерді, немесе тағы да басқа декоративный заттарды қоюға болады. Жабыстырғанда қатты шығыңқы болып тұрса, астыңғы жағын кесіп тастауға да болады. Бірінші өлшеп қарап аламыз. Менде мұндай букет шықты. Бүкіл жерін розаға толтырдым. Мынандай кішкентай бутондарды да қосуға болады. Мұндай. Арасы ашық тұрған жерлерді енді біз осындай әдемі гүлдермен, немесе осындай жапырақ, осындай специальный фурнитурада сатылатын тычинкаларды да салуға болады арасына. Әдемі көрінеді. Енді осыларды жабыстырып шығамыз. Мұндай болып шықты. Енді астыңғы жағын декорировать ететін боламыз. Астын декорировать ету үшін бізге осындай круг керек болады. Бұл кругтың диаметрі 18,5 сантиметр. Ал ішкі диаметрі 8 сантиметр. Примерно аралары 4 сантиметрден қалдырып отырамыз. Сонымен біздің сетеліміз дайын болды. Осындай болып шығады. Өздеріңіздің жұмыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.